саламатсыздар ма? Мен роботты жасап шығарған Атырау қаласы Халел Досмұхамедұлы атындағы орта мектебінің 10-шы сынып оқушылары Найзабек Саян және Кубаев Айсұлтан. Бұл ғылыми жұмыстың жетекшісі физика пәнінің мұғалімі Қонысбаева Тілектес апай. Бүгінгі сабағымыз номері 1. Зертханалық жұмыстың тақырыбы. Кең үдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін анықтау. Жұмыстың мақсаты көлбеу науамен домалайтын кішкене шардың үдеуін есептеу. Өлшеу құралдары: өлшеуіш таспа, метроном. Құрал жабдықтар: науа, шар, қысқышы бар тұрғы, металл цилиндр. Жұмысты орындау: тұрғы арқылы науаны көкжиекпен кішкене бұрыш жасайтындай етіп бекіту керек. Науаның төменгі шетіне металл цилиндрді қоясыңдар. Метроном дыбыс берген бойда шарды науаның жоғарғы басынан жіберіп, ол цилиндрге барып соғылғанға дейін метрономның неше рет соққанын санаңдар. Тәжірибе жүргізерде метрономның минутына 120 рет соғатын етіп қойыңдар. Науаның көкжиекте көлбеулік бұрышын өзгерте отырып, шарды жіберген мезеттен бастап, оның цилиндрге барып соғылуына дейін метроном 4 рет соғатындай етуге болады. Соғу арасы 3 толас. Шардың қозғалыс уақытын есептеңдер. Өлшеуіш таспаның көмегімен шардың S орын ауыстыруының ұзындығын табыңдар. Науаның көлбеулігін өзгертпей, тәжірибе шартты өзгермеуі тиіс. Метрономның 4-ші соғуымен шардың металл цилиндрге соғылуы дәл келетіндей етіп алып, ол үшін цилиндрді аздап қозғауға болады. Тәжірибені 5 рет қайталау керек.